Қараңыз. Адамдар қабірлерден оянған кезде ең бірінші болып оянатын кісі кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Неге? Білесіздер ме? Неге? Bir кітап берем жауабын айтқаныма. Не үшін бірінші пайғамбар тіріледі? Үмметіне шафағат ету үшін, үмметінен кешірім сұрау үшін, үммет үшін кешірім сұрау үшін, я? Алланың сүйікті құлы болады, я? Алланың сүйікті құлы болады. Жақсы вариант. Не дейді? Дағуат. О жерде дағуат жоқ, бұл өз яқта ғой дағуат. О яқта чисті сұрақ жауап қой. Ал? Сұрақ жауаптың қасында жобаласады, я. Мына бауырым сізге мұнай. Түсіндіріп берейін өзім. Қараңыздар. Жобаласты жауабы. Үмметі оянған кезде, сұрақ жауабының жағдайын білген кезде қорқып кетпес үшін бірінші пайғамбарымызды көреді екен. Көрдіңіздер ме? Соны көріп барып жүректері басылады дейді. Сол үшін пайғамбар олардың алдында бірінші тіріліп күтіп тұрады екен. Біліп алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірінен бірінші оянып, үмметін істеп тұрады, күтіп тұрады. Аналар өзінің амалдарын біліп тұр ғой, қорқып тұр ғой жағдайлар. Шошып қабірлерінен оянғанда пайғамбарымызды көріп жүректері басылады дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге мына жақта да керек, о жақта да керек, оның ар жағында да керек екен ғой. Ол қабірде де сұрақта бар ғой ол. Пайғамбарың кім деген сұрақ бар ғой қабірде. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген біздің неміз болу керек, махаббатымыз болу керек жүректе. Жүректің түкпірінде бір махаббат болу керек. Бағанағылардың бәріне махаббат толып тұр ғой. Дүниеге деген, басқаға деген махаббат ұрып тұр. Мына жаққа келген кезде ақсап қалып жатырық та пайғамбарға келген кезде. Иманның ешбір адам ләззатын тата алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Ешбір адам иманның ләззатын тата алмайды. Алла және оның елшісі барлық нәрседен абзал, жақсы, сүйікті болмайынша дейді. Қараңыздар. Бір сахаба келіп айтады дейді. Я Алланың елшісі, қиямет қашан болады деп айтады дейді. Осы сұрақ қой бәрімізге келетін. Мекке жап-жасыл болып кетті, қиямет болайын деп жатыр. Анау бүйтіп тұр, қиямет болайын. Бәрі қиямет шақырып жатыр, білмеймін. Дайын тұрған сияқты бәрі. Қиямет қашан болады дейді жаңа. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, дайындаған бірдеңең бар ма дейді. Жоқ қой дейді жаңа сахаба. Қатырып оққан намаз да жоқ, қатырып ұстаған ораза да, садақа да жоқ деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай онда? Анау айтады дейді, мен бірақ дейді, Алла және оның елшісін бүкіл нәрседен артық жақсы көрем деп айтты дейді. Қараңыздар. Олай болатын болса, сен жақсы көргеніңмен бірге боласың деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Керек пе екен тағы да? Пайғамбарыңмен бірге боласың деген сөз, пайғамбарымыздың жәннаттағы мәртебесі ең биік жоғарыда. Ал оған сүйікті, махаббат қойған кісі, сол кісінің ең биік мәртебеде жоғарыда қасында отырады деген сөз. Раббысының дидарын қайта-қайта көреді деген сөз. Көрдіңіз бе? Бұл әшейін нәрсе емес пайғамбарымызға деген ілесу. Бұл біріншіден иманды сақтау, екіншіден өзіңнің Раббыңның алдындағы дәрежеңді сақтау. Қандай жақсы нәрсе.